Тағам дайындауда болсын, түрлі ауруларды емдеуде де кеңінен қолданылатын пайдалы өнімдердің бірі қара зере майы туралы толық ақпарат айтатын боламын. Оның пайдасы мен зияны туралы бүгінгі видео ақпаратымда еститін боласыздар. Видеоны міндетті түрде соңына дейін қараңыздар. Және де достар, каналыма тіркеліп, қазақша контенттің дамуына өз үлестеріңізді қосуларыңызды сұраймын. Қара зере тұқымы хош иісті дәмдеуіш ретінде тағам дайындауда кеңінен қолданылады. Бірақ бұл оның барлық қасиеті емес. Осы кішкентай тұқымдардан қара зере майы деген өте пайдалы қасиеттері бар тамаша өнім шығарылады. Қара зере майының пайдасы. Шығыс емшілері қара зере майын мыңдаған жылдар бойы қолданып келеді. Ал жақында заманауи ғалымдар да оның құндылығын мойындады. Көптеген зерттеулер барысында осы өнімнің ағзаға әсер ете алатын және көптеген ауруларды емдеуге көмектесетін бірегей химиялық құрамы бар екенін анықталды. Қара зере майында жүздеген белсенді заттар бар. Бұл өнімнің құрамында кальций, фосфор, мыс, селен, мырыш, темір секілді элементтер кездеседі. А, С, Е, Б сынды дәрумендері де кездеседі. Сонымен қатар көптеген бағалы компоненттерге және микроэлементтерге де бай. Зере майы әртүрлі және бай құрамының арқасында мынандай әсерлерге ие. Иммунитетті көтереді, қабынуға қарсы, бактерия жойғыштық, аллергияға қарсы, қызуды түсіретін, ауруды басатын, қақырық түсіретін, несеп айдайтын, тыныштандыратын, өт айдайтын, тырыспа жоюшы. Пайдасы мен зияны. Ұзақ уақыт бойы қолданылуымен расталған қара зере тұқымынан алынатын май бүгінгі таңда да кеңінен қолданылады. Бұл асқазан ішек жолдарының жұмысына жақсы әсер етеді. Оны қалыпты тұтыну, шамадан тыс газ жиналу сияқты жағымсыз әсерден шешуге көмектеседі. Бұл өнім асқазандағы толқи жиырылу мен қышқылдықты қалыпқа келтіреді, диареяны жойып, қабынуды азайтады. Ішек ауруларының қоздырғыштарын және патогендерін бұзады, тіпті құрттарды жояды. Ал өт айдайтын әрекеттің арқасында өттің іркілуін жоюға және өт жолдарын тазалауға көмектеседі. Зере майы бауырға да жақсы әсер етеді. Бұл май бауырдағы уытты заттарды шығаруға көмектесіп, оның құрылымын қалпына келтіреді және қабынуды азайтады. Бұл майды өт қабына тас байлану, гастрит, гепатит, дисбактериоз, панкреатит, гельминтоз, холецистит, асқазан жарасы, цирроз, панкреатит, энтероколит, бауыр циррозы сияқты ауруларды емдеуде қолдануға болады. Сондай-ақ бұл май қан тамырлары мен жүрекке де пайдалы. Аталған өнім қан тамыр өткізгіштігін және холестеринді төмендетеді. Қан тамырлардың қабырғасын нығайтып, қан қысымын төмендетіп, сондай-ақ қанның ұюын және беріштік түйіншіктің алдын алады. Қара зере майы гипертония, атеросклероз, варикоз, жүректің ишемиялық ауруы, қанның ұюы, тромбофлебит, мидың қан айналымының бұзылуы секілді ауруларды емдеуде жақсы нәтиже көрсетеді. Сонымен қатар, зере майы күшті антиоксидант болып табылады. Ол жасушаның өміршеңдігін жоғарылатып, олардың қалыпқа келу мүмкіндігін арттырады және еркін радикалдарды жойып, ағзаның жастығын ұзартады. Ал зере майын үнемі тұтыну орталық жүйке жүйесінің жай күйін қалыпқа келтіріп, есте сақтауды жақсартады. Сондай-ақ физикалық және ой жүктемелерін жеңіл көтеруге көмектеседі. Сонымен қатар ол метаболизм процестерін белсенді етіп, иммунитетті көтереді. Зере майы жиі үрпінің қабынып ауруы, цистит, яғни қуықтың қабынып ауруы секілді, бүйрек ауруы, бүйректің қабынуы секілді, несеп жыныс жүйесі ауруларынан зардап шегетін адамдарға да ұсынылады. Бұл жағдайда зере майы қабынуға, бактерияға қарсы және несеп айдайтын қасиеттеріне байланысты оң әсер береді. Зере майы ер адамдарға ұрықтың сапасын жақсартуға, жыныстық белсенділік пен
әлеуетті арттыруға көмектеседі. Бұдан басқа зере майы ерлердің жыныс мүшелерінде қабыну процестерінің дамуының алдын алуда жақсы ем болады. Ал бедеулік, қуық асты безінің аденомасы, қуық асты безінің қабынуы секілді аурулардан зардап шегетін ер адамдар зере майына ерекше назар аударуы қажет. Зере майы әйелдер үшін де пайдалы. Оны тұтынудың арқасында гормоналды балансты қалыпқа келтіріп, қабынудың және тіпті жыныс аймағында ісіктердің пайда болуының алдын алуға болады. Бұл май сондай-ақ бала емізетін аналарға сүттің жақсы шығуына көмектеседі. Сондай-ақ қара зере майының температураны төмендету, қақырық түсіру, вирусқа қарсы және бактерия жойғыштық әсері, бронхит, пневмония, жөтел, тамақ ауруы секілді ауруларды емдейтін қабілеті туралы да атап өткен жөн. Зере майы тері проблемаларын шешуде де белсенді қолданылады. Оны безеу мен бөртпелерді емдеуге арналған ең жақсы өнімдердің бірі деп атауға болады. Бұл май қабынуды басып, зақымдардың тез жазылуына ықпал етіп, бактериялар мен зеңдерді жояды. Зере майы қышма, теңгей қотыр, ұшық, күйік, терінің зең басуы, зақымданған теріні атопиялық дерматит, сүйел, есек жем секілді денеге шығатын түрлі ауруларды емдеу үшін ұсынылады. Бұған қоса ол геморрой, ринит және құлақ ауруларын емдеуге көмектеседі. Қара зере майы косметологияда да сұранысқа ие. Оны маскалардың құрамына, қартаюға қарсы кремдерге, шашты күтуге арналған құралдарға, массаж майларына да жиі қосады. Зере майы теріні ылғалдандырып, жұмсартады және сергітеді. Ол әжімдерді азайтып, терінің серпімділігін және өңін жақсартады. Бұл өнім майлы бездердің жұмысын қалыпқа келтіріп, қызаруды жояды және терінің регенеративті қабілетін арттырады. Бұдан басқа бұл өнім целлюлитке қарсы жақсы күреседі және қайызғақтан арылтып, шаштың түсуін тоқтатады. Яғни, жалпы шаштың құрылымын қалыпқа келтіріп, өсуін ынталандырады және оның жағдайын жақсартады. Осындай 101 ауруға ем қара зере майының өзіндік зиянды тұстары да болады. Зере майының басқа да көптеген күшті дәрілік өсімдіктерден айырмашылығы, ол ағзаға елеулі зиян келтірмейді. Сондықтан оны қолдануда аса көп қарсы көрсеткіштер болмайды. Ең алдымен бұл өнімді жүкті әйелдер қолданбауы керек. Себебі ол жатырдың кішіреюіне әкелуі мүмкін. Сондай-ақ оны жақында ғана ағзаны трансплантациялау отасынан өткен адамдарға қабылдауға болмайды. Зере майы қысымды төмендетуге қабілеті болғандықтан, қан қысымы төмен адамдар оны бар сақтықпен қолдануы керек. Сонымен қатар оны 3 жасқа толмаған балаларға беруге болмайды. Және әрине бұл өнімді жеке төзімсіздікке байланысты көтере алмайтын адамдарға қолдануға қатаң тыйым салынады. Ал қалғандары қара зере майын тек бақылаусыз қолданған кезде және ұсынылған дозадан көп қолданған жағдайда жағымсыз әсер көрсетуі мүмкін екенін ескеру керек. Қара зере майын қалай қолдану керек? Жақсы нәтиже алу үшін жоғары сапалы органикалық өнімді ғана қолданыңыз. Дегенмен зерені қолданудың көптеген жолдары бар. Олардың жасалатын өнімі де әртүрлі тәсілдермен қолданылады. Көп жағдайда оның мөлшері жасқа байланысты белгіленеді. Ереже бойынша 3-5 жастағы балаларға жарты шай қасықтан, 5-10 жастағы балаларға 1 шай қасықтан, 10-15 жастағыларға 1,5 шай қасықтан артық бермеу керек. Ал ересектерге арналған майдың оңтайлы күнделікті дозасы 2 шай қасық. Ең дұрысы зере майын жылы суға қосып, тамақтанғаннан кейін шамамен 20 минуттан соң ішу керек. Жас ерекшеліктен басқа зере майының қолданылуы мен дозасы қандай ауруды емдейтініңізге байланысты болады. Қара зере майын әртүрлі ауруларды емдеуге қалай қолданылады? Иммунитетті нығайту үшін
жарты шай қасық қара зере майына балға қосып қолданса жеткілікті болады. Қақырықты түсіру үшін лимоннан 1 шай қасық шырын сығып, оған 10 тамшы зере майын қосыңыз. Бұл құрамды күніне 3 рет тамақтану алдында аз уақыт бұрын ішу керек. Құлақ аурулары кезінде ауырсынуды және қабынуды жеңілдету үшін 1 тамшы зере майын ауырған құлаққа тамызу ұсынылады. Диарея, яғни іш өту кезінде 1 стакан табиғи йогуртқа 1 ас қасық зере майын қосыңыз. Дайын болған қоспаның жартысын таңертең, ал қалғанын кешке жеңіз. Бұл емдік курс 3 күнге жалғасады. Асқазан жарасы кезінде 1 стакан қайнаған суға ас қасық зығыр тұқымын қосып, зығыр тұқымының қайнатпасын дайындаңыз. Содан кейін тең мөлшерде оны зере маймен біріктіріңіз. Және бұл өнімді таңғы ас және кешкі ас алдында шай қасықтан қолданыңыз. Қандағы холестерин деңгейін төмендету үшін күн сайын аш қарынға жалбыз жапырақтары мен 1 қасық бал және 7 тамшы зере майы қосылған қайнатпа ішу керек. Бұл қайнатпаны қабылдау кезінде майлы тағамдарды тұтынуға болмайды. Қан қысымы жоғары болған кезде, бұл жағдайда түймедақ немесе қарапайым шайға 5 тамшы май қосып шай ішкен пайдалы. Бұған қоса денені зәйтүн және зере майы қосылған сұйықтықпен уқалап шығу ұсынылады. Айтпақшы, зере майы қосылған бұл шайды күніне 3 рет іше отырып, мидың жұмысын жақсартуға және кешкі астың алдында қолдану арқылы ұйқысыздықтан құтылуға болады. Суық тиген кезде, суық тиюді зере майын қолдану арқылы бірнеше жолмен емдеуге болады. Мысалы, зере мен зәйтүн майын бірдей мөлшерде араластырып, күніне 3 рет мұрын тесігіне тамызуға болады. Сондай-ақ 1 литр су, ыстық суға 1 қасық зере майын қосып, соның буымен демалса да болады. Және тамақтан 1 стакан шөп шайына 7 тамшы май қосып ішіңіз. Тұмау кезінде мақтадан кішкентай тампондар жасап, оларды майға салыңыз. Содан май сіңген тампондарды мұрынға қойып 20 минутқа қалдырыңыз. Шаш түсу кезінде шашты нығайту және оның түсуін тоқтатуға зәйтүн майы мен зере майының қоспасы көмектеседі. Ол үшін қоспамен бас терісін сүртіп 20-30 минутқа қалдырып қою керек. Осындай рәсімді аптасына 3 рет жасау қажет. Ал әсерін жақсарту үшін қосымша зере қосылған шай ішу керек. Егер бетіңізде безеу болса, 1 ас қасық зере майына 8 тамшы лаванда майын және 6 тамшы шай ағашының майын қосыңыз. Бұдан алынған құраммен бетті майлап 15 минуттан кейін жуыңыз. Ал достар, бүгінгі ақпаратым сіздерге ұнады деген ойдамын. Менімен бірге соңына дейін болғандарыңызға көптен көп рахмет. Сауда саламат болыңыздар, ауырмаңыздар, жүз жасаңыздар.